қалай оған сізде дұрыстық болды, себебі ұялы телефондар беріп қоймасын? жоқ, тұрды, телефон номер жазып, сонда жұмыс жоқ. Ашық тұр. Әлі смс-ке кіріп алдым, жаңағы берменттерден кіріп алдым, бұл бір секунд өшті. Берменттерден қалай өтірсіз? Айттым да, бірақ мен жарасына керек, мен ана балдарды мектептен шығару керек. Өздеріне олар кісін олар? Келісімдегі андай қатты неме кетсі да, ол тезкейді, істейсің бар документтерін әкеліпса деген сияқты мәлімдемей. Сол үйінің өзінің ас бөлмесінде істеп отырған жағдай сол кезде мен де ойлаймын, бірнеше секундтың ішінде оның шаржарға салып тастадым деп. Өзім де сенбеймін оның дегенге. Сондай қашып шықсам, ол құлап қалған, қайтып кірдім, тапай қалған, қан кетіп қалған. Сол кезде үйден шықтым да, кешке дейін ойландым ғой алдым. Мұхаммед Наурызды қасақана өлтірмеген жан дейді, бірақ қылмысымды қасақана жасырдым үшін. Сол кезде қолыма ең алғаш қылмысым полиция соққым деп жүрегімде тердім, бірақ артымда 5 баламды тастап кеткім келмейді, былайша айтқанда дәрменсіздей тастап кеткім келмейді. Өйткені ең соңғысы 3 айлық әйелім ауру, телефонын алдым, кредиттерін алдым, қылмысын жасыру мақсатында. Сосын бір-екі күннен кейін іздей бастады. Іздеген кезде басқамен жұмыстамын деп жүріп алып қалдым, жұмысын жасыру үшін. Яғни 99-шы жылы бап жазу үшін сол феминистік баптарды жазарым шығыпты. Әйелімді, қайнағамды алып Түркия, Стамбул қаласына емдетуге өйткені өз енді баласын қарау керек, есін білмейтін 6 айлық уақыт болды. Ең алғашқы операциядан Стамбул қаласында Фатих ауданында әртүрлі клиникаларға емделтті, бірақ ешкімде нақты диагноз қойған жоқ. Себебі сұрағанда айтты, 2 рет операция болды, 2 рет наркоз алып, неше түрлі препараттар салып, сол кезде айтты. Қанша не істесем де олардың мінез-құлықтарын түсіндіре алмаймын. Өзім де түсінбей қалдым. Сол түсінбегеннен түсіндіре алмағандықтан осындай қылмысқа бардым деп есептеймін. Яғни кез келген адаммен диалогпен шешуге болатын еді, бірақ олармен мен оларды қаралаған емес. Түсіндіре алмай ішкі жан айқайымды солай қатыгездік кетпен шығардым деп ойлаймын. Осыншама күрестім отбасым үшін лучше. Анама барып қалған балдарды алғанша лучше осы жерден өзімнің өмірімді тоқтата қояйыншы деп. Сол кезде мойныма жіп салып көрдім, бірақ ойладым, қазір мен тірі кезінде осындай басымдылықтарын көрсетіп, өздерінің қисынсыз қылықтарымен балдарында жөн-жосықсыз аламын деп жатқан кезде, мен өлгенде бәрі алады ғой. Анам немересінен айырылады, баласынан айырылады. Лучше басқа вариант қарайыншы дедім. Кез келген уақытта өлуге дайынмын. Бірақ жаңағыдай мен жалғыз анамның несі емес, ол кезде үлкен балам да, кіші балам да ол әжесіне бауыр басқан, олардың айырылғысы келмейді. Мен осыншама шаршаған кезде сұрайтын едім үлкен баламнан. Нағашыларыңа барасың ба? Мен шаршадым деген кезде олар да айтатын еді, біз әжемізден кетпейміз ешқайда деп. Даже мен де тыңдамайды, сол әжелердің қастарында жүретін еді. Сол кезде мен баламның да несін, көзқарасын ойладым. Оларға кішкентай кезінен осындай стресс қойып. Сонымен шайтан ой салған шығар, өзім де ойлаймын, оларды құртып кетемін деген сондай бір жаман ой келді. Түңілгеннен бір жетістікке жеткенін емес, білдім ар жағында түрме немесе өлім екенін. Сонымен ой келді, құртамын. Ішімдегі барша жиналған, жылдар бойы жиналған кегім сол кезде шықты ғой, не болды. Олардың қанша не істесем де олардың мінез-құлықтарын түсіндіре алмаймын. Өзім де түсінбеймін. Кім сізге ашылдарды? Индонезияда мешітте сіз қайсанамыз маңызда? Кім сізге ашылдарды? Медресеге оқуға келген жігіт. Семинар болғанында сол бір қазақ жігітті көріп қалып, өзі қазақша. Қазақша айтты. Фильмге айтқан жоқ, мемлекет сұраған сұрады, сол кезде мен
өз жақындады, жоқ, қазақ мен өзінің қазақ екенсің ғой деп таныстық. Сол кезде өзіміз неге де өзімді қарап кетті, ақпаймен яғни қамағы, немесе тұқымы. Сол кезде күні ретінде екі қайда келемін деп 20 күн соғанда. Ол ақпаймен себебі воспитывали? Қайда тұрдыңыздар онда? Семирау ауданында, сол туристерге орналғанында, оңай. Ақпаян мүлдем өзін естірмей ма, ата-анасын сұрамай ма? Балаларын сұрамай ма, сенбей ма? Индонезияда мешітте